Келесі р дыбысы. Р дыбысы ең алдымен Л дыбысын бітіргеннен кейін барып қойылған дұрыс болады. Р дыбысын бастамас бұрын баланың тілін көтеріп дайындаймыз. Себебі біз ырыны осы тілді үстіңгі тіске көтеріп тұрып айтатын боламыз. Сол себепті артикуляциялық жаттығуларды бірінші жасап аламыз. Ең алдымен әткеншек, осы қалыпта 20-25 секунд күніге 3 мезгілден жасасаңыздар болады. Одан кейін кесе жаттығуы. Балаға, яғни шай құятын кесе секілді тілімізді екі жағын былай көтереміз деп. Бұны жасай алмасақ, кішкене көмектесеміз тіліне. Бірінші былай деп, сосын барып немесе мына жеріне осындай тәтті нәрселер жағып береміз, йогурт деген сияқты, потом соларды тілді көтеріп жасайды. Осылай. Одан кейін барып жалпы р дыбысында тағы да жаттығулар, бұл қолдағы жаттығуы бар, яғни тілімізді үстіңгі тістің астына соғамыз. Д асықпаймыз. Г немесе Н деп емес, тек қана Д дыбысымен. Д көбіне мұрынмен тыныс алдырып алсақ, баланың демі жетеді. Одан кейін кішкене осы бір реттен жасаған балаға оңай болып жатса, уже екі ретке көшеміз. Одан кейін үш ретке. Осылай ары қарай кете береміз. Бірақ тіс жабық тұрмайды. Емес. Деп ерін жаппаймыз. Енді бұл жерде ескеретін жайт, баланың уздечкасын қарау керек, яғни баланың уздечкасы қысқа болса, тілін көтере алмайды ол. Сол үшін оны арнайы мамандарға көрсету керек. Тіл кәдімгі былай көтере алатындай болса, сонымен қатар саңырауқұлақ жаттығуы бар, міне. Тілді көтереміз, жаттықтырамыз. Саңырауқұлақтан бұрын саңырауқұлақпен жасай алмаса бала, ат жабысын жасаймыз. Тілді қағамыз. Осыны саңырауқұлақ жасау үшін ұстап қалу керек, жабыстырып. Осылай. Одан кейін барып, осы тіл тұрып үйренгеннен кейін осылай. Енді осындай құрал бар, или болмаса ватная палочкамен алсаңыздар болады. Оны тілдің астын дірілдетеміз. Біз бұл механикалық тұрғыда, ал бала ол кезде тек қана д деп айтып тұрады. Осылай. Тыныс алдырамыз, балаға демі жету керек тынысы. Осылай дірілдетеміз. Асықпай емес, тез болу керек. Бір немен, бір темппен болу керек. Осылай көрінуге жасап жүреміз баланың. Одан кейін тілі егер осыған дайын жақсы болып жатса, онда былай жасаймыз. Бала уже деп түртіп қалған кезде балаға айтасыз деп бір-ақ айтамыз. Басында осылай бірлеп түртіп қалған кезде бір-ақ рет деп үрлеп қаламыз. Одан кейін осы қарқында бала деп айтып үйренетін болады, яғни вибрация шығады. Деп уже буынға көшеміз. Деп осылай. Потом деп айтқызып тұрып, д-ны ұмыттыруымыз керек, яғни д дыбысын алып тастаймыз. Ол кезде бала деп ымен айтатын болады. Одан кейін ымен буынырға көшеміз. Пока баланың тілі р-ны жақсы айтпайынша, біз р-ға акцент қоя береміз, яғни деп айтып тұра